Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Мейрамгүл. Бүгін сіздермен қазақтың ұлттық тағамы бешбармақтың жаймасының рецептісімен бөліскім келеді. Бұл рецепттің ерекшелігі өте тез дайындалады, оңай дайындалады, және де морозильникте 2 айға дейін сақтап қойсаңыздар да болады. Осылай ыдысымызға 3 кесе ұн саламыз, және де дәміне қарай тұз саламыз, жақсылап араластырамыз қолымыздың көмегімен. Осылай ортасын ашып алып, қамырымызға жұмыртқаларымызды жарамыз. Ең басты лайфхакты айтып кетейін, қанша күлше илесеңіз, сонша жұмыртқа қосасыз. Мысалы, мен бүгін 3 күлше дайындаймын, сондықтан 3 жұмыртқа қостым. Сіз мысалы 10 күлше дайындасаңыз, 10 жұмыртқа қосыңыздар. Ол көп болмайды, қамырыңыз өте әдемі, орысша айтқанда эластичный, шыртылмайтын, езілмейтін болып шығады. Сондықтан 1 күлшеге 1 жұмыртқадан қосамыз. Мен барлығын көз мөлшерімен жасаймын, сондықтан 1 күлшеге 1 кесе ұн деп есептеймін. Осылай қамырымыздың иі қанғанша, осындай барлығы біркелкі араласқанша, осылай басып жақсылап илейміз. Осылай илеп болған соң, осындай әдемі түске еніп, қамырымыз осындай жұмсақ болғаннан кейін салафанға салып 15-20 минутқа демалдырамыз. Қамырымыз демалып болғаннан кейін осылайша қайтадан илеп, олмен жұмыс жасай беруге болады. Осылай керек бөлшектерге бөліп аламыз. Бұл қамыр деген тек қана бешбармаққа емес, басқа да тағамдарға да қолдансаңыздар болады. Жаңа айта кеттім ғой, ерекшелігі осылай жайманы жайып, қатырып, морозильникте 2 айға дейін сақтасаңыздар да болады. Осылайша енді оқтаудың көмегімен дөңгелек етіп, әдемі қылып жайып аламыз. Қамырдың қалыңдығын әр әйел өз ұнағаны бойынша жаяды. Маған қатты жұқа қамырлар ұнамайды, сондықтан мен кішкене қалыңдау қылып жайғанды жақсы көремін. Осылайша видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырымызды жайып, оқтауымызға орап, пышақтың көмегімен видеодағыдай кесіп шығамыз. Қамырымызды дәл видеодағыдай кесуге кеңес беремін. Өйткені размері бірдей, дәл дүкеннің жаймасындай болып шығады. Егер де жайманы қонақтыққа ертерек жайып қойып дайындасаңыздар, онда әрбір қамырдың арасына салафановый пакет қойып, морозильникте 2 айға дейін сақтасаңыздар болады. Осы орайда тағы бір лайфхак айта кетейін, мүмкін біреуге керек болып қалар. Алдында көршім айтып еді, канцелярский дүкендегі папка с файлами болады ғой. Соның араларына осылай қамырды салып шығып, морозильникте сақтаймын деп. Солай да сақтасаңыздар болады. Міне осы қамырдан обедке бешбармақ дайындап жібердім. Қараңыздаршы, осындай жабыспайды, езілмейді, өте дәмді болып шығады. Сондықтан дәл осындай әдіспен дайындауға кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Мен сіздермен өте тез әрі оңай дайындалатын рецепттермен бөлісемін. Сіздермен бірге болған Мейрамгүл.